Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, ауызда еритін шпинатный торттың рецептін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бірінші бисквитін дайындап аламыз. Маған керекті заттар: жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдым. Енді жұмыртқаның ағын жайлап қантты біртіндеп қоса отырып, жұмыртқаның ағын ақ көбік болғанша миксерлейміз. Міне біздің меренгамыз дайын болып жатыр. Жұмыртқаны осылай миксермен өте көп ұзақ уақыттай миксерлейміз. Ол өз-өзін ұстап тұратындай форма болам дегенше шамамен 10-15 минуттай болады. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Ендігі кезекте шпинатымызды блендерден езіп аламыз. Менде міне балғын шпинат, оның үстіне сұйық майымызды қойып блендермен езіп аламыз. Шпинатымызды блендермен жақсылап езіп алғаннан соң жұмыртқаның сарысын қосып екеуін араластырамыз. Енді біздер жаңағы жасап қойған меренгамызға шпинат қосылған қоспамызды, ұнымызды екеуін кезек-кезек қоса отырып, бисквитімізді басып алмай араластырамыз. Лопатканың көмегімен міндетті түрде осылай астынан үстіне қарай лопаткамен ауыстыру керек. Миксерлеуге болмайды. Егер миксерлейтін болсақ, біз бисквитті басып тастаймыз. Осылай тестамызға екеуін кезек-кезек қоса отырып, бисквитімізді дайындаймыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Енді осыны формамызға салып пісіріп аламыз. Менде форманың размері 20 сантиметр. Осылай фольганы астынан жақсылап бекітіп мықтап жасаймыз. Себебі тесто ағып кетуі мүмкін пешке салған кезімізде. Пешіңізді алдын ала 170-180 градусқа қыздырып қоя берсеңіздер болады. Осылай 30-40 минутта пісіп шығады. Бұл бисквиттің пісіп-піспегенін шпажканың көмегімен білсек болады. Менде мына бисквитті пісіріп, суытып, 1-2 сағаттай бұл суып тұрды. Содан соң кассадан шешеміз де. Бұл толық суыған бисквиттің видеосы мына жерде. Оны 3 бөлікке бөлдім мен. Менің бөлгенде пышақпен жан-жақтарын бірінші кесіп алып, потом жіппен алып шығамын. Сол кезде оңай кесіледі. Бұл менің бисквитті кескен кездегі лайфхагым болсын сіздерге. Осылай 3 бөлікке бөліп кесіп алдым. Енді кремін жасаймыз. Креміне творожный сырды, ең алдымен творожный сырға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Кейіннен оның үстіне сливкімізді қосып араластыратын боламыз.
Міне біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Міне кішкене қалташаға мен кішкене ғана крем алып қалдым. Сыртына оформление жасағанға керек болады деп. Енді тортымызды жинаймыз. Подложкамызды қойып, оның үстіне ең астыңғы коржымызды қойып, кремімізді теңдей өзіміз екі бөлікке бөліп аламыз. Сол кремді жағып шығамыз. Бұған ешқандай да пропитканың керегі жоқ. Мен негізі торттарымды көбіне кальцода жинаймын. Болмаса андай аттестатная пленкамен жинасаңыздар болады. Кальцода жинасаңыз тортыңыз бір текст болып шығады. Өзіңізге де тортты қаптаған кезде жақсы болады. Егер сіздерде клубника или малина болатын болса, торттың арасына қоссаңыздар болады. Мен осылай тортымның бәрін қаптап шықтым. Кремдерін бәрін жағып шықтым. Енді қазір сыртын қаптайтын боламыз. Жаңағы бөліп алған креммен тортымыздың сыртын қаптап шығамыз. Осылай торттарымызды қаптап шығамыз. Қаптап, яғни текстеп, түп-түзу қылып текстеп, жан-жағын подложкамызды сүртіп, және де менде кішкене крем қалған. Сол креммен насадкаге салып, бетіне оформление жасап шықтым. Оформление өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Торт негізі холодильникте қаптап, арасына кремін жағып қойғаннан кейін 3-4 сағат холодильникте тұру керек. Міндетті түрде. Міне біздің шпинатный тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға, отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Бұл өте оңай, өте нәзік торт. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, каналға жазуды ұмытпаңыздар.